Енді төртінші мысалды қарастырайық. Төртінші мысалдың Б жағдайын. Бұл жерде бізге Б 6-шы мүшесі және Б 8-ші берілген геометриялық прогрессияның. Енді осыларды пайдаланып, біз Q-ді табу жолын қарастырайық. Б 8-ші мүшесі тең Б 6 көбейтілген Q-дің 8 алынған 6. Формуланы пайдалансақ, сонда Б 8 тең болады Б 6 көбейтілген Q-дің квадраты болады. Осы жерден Q-ді қорытып шығарып алатын болсақ, Q-дің квадраты тең Б 8 бөлінген Б 6 болады. Міне осы жерге біз Q-ді енді берілген екі мәнді алып кеп қоямыз. Сол кезде Q квадрат тең 9 бөлінген 25 болады. 9 бөлінген, өйткені Б 8-дің орнына 9 қойдық, 6-ның орнына 25 қойдық. Енді осыны есептейтін болсақ, Q тең болады плюс-минус 3 бөлінген 5 болады. Өйткені мұнан түбір астын алатын болсақ, 25-тен 9, жеке-жеке түбірден шығарам, 9-дан 3 шығады, 25-тен 5 шығады. Сонда Q тең плюс-минус 3 болады. Яғни бұл жағдайда да енді бұл есепте де біз екі жағдайды қарастыруымыз міндетті. Яғни Q тең 5-тен 3 плюс жағдайын және Q тең минус 5-тен 3 екінші жағдайын қарастырамыз. Бірінші жағдайды қарастырып бастайық. Q тең минус 5-тен 3 болған жағдайында біз B1 тауып аламыз. B1-дің формуласына мына формула қайтадан пайдаланамыз. BK көбейтілген Q-дің n-K. Енді мына BN-ның орнына мен B1 қойып жіберем. Сол кезде мына өрнегіміз мынандайға келеді. B1 тең болады. Берілген бізде қайсысы кішірек, соны ала салынған дұрыс. 6 дәреже, яғни B-ның B6 көбейтілген 1 минус 6. Мына n-ның орнына 1 қойдым, K-ның орнына 6 қойдым. Сонда бізде B1-імізді енді табу үшін B6-ымыз бізде 25. 25 көбейтілген Q деген бізде минус 5-тен 3 жағдайын қарастырып. Минус 3-тен 5 дәрежесі 1-ден 6 алсақ минус 5 болады. Сонда тең 25 дегеніміз біздің 5-тің квадраты көбейтілген бізді минус 5-ті біз былайынша бөлшектің минус дәрежесін біз керісінше айналдырып жібере саламыз. 5 бөлінген 3 деп, сонда 5 плюс дәреже болып қалады. Енді 5 тақ дәреже болғандықтан мына теріс санды алдына шығарып жіберсек болады. Теріс санды алдына шығарамыз. Сол кезде 5-тің квадраты көбейтілген 5-тің 5 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі болып қалады. Сонда минус 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі. Міне мынандай өрнекке келді. Бұлардың барлығын енді B1 тауып алған екен, бізге S6-ны тап деген. S6-ны табу үшін осын пайдаланамыз. S6 тең B1-іміз біздің міне өрнекте берілген. Қазір оны кейіндірек апарып қоямын. Q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген Q минус 1 тең B1 бізде бөлшексіз болайын. 3-тің 5 дәрежесі минус 5-тің 7 дәрежесі көбейтілген, мыналарды төменге түсірсе, Q-дің орнына біз 5-тен 3 қоямыз. Минус 5-тен 3-тің 6 дәрежесі. Минус 1. Минус 3-тен 5 алынған 1. Барлығын орнына қойып шықтық. Енді бұларды есептеу қалды. Есептеудің өзі де оңай емес, көріп тұрсыздар. Қазір есептейтін болсақ, бірінші мына бөлімін азайтып алайын. Ортақ бөлім берем, мына жерде 5-тен тиеді. Сонда минус
8-ден 5 болады. Мынамыз минус 3-тің 5 дәрежесі, 5-тің 7 дәрежесі көбейтілген. Мына жерде бізді қараңыздар, 5-тен 3-тің 6 дәрежесі болғандықтан терістен плюс болып кетеді, жұп 6 өйткені. Сондықтан ол мынандай түрге келеді. 5-тің 6 дәрежесі, 3-тің 6 дәрежесі минус 1 деген түрге келеді. Енді бөлшекті бөлшекке бөлген кезде мынаны өзін жазамыз, мынаны керісінше айналдырып жібереміз. Және мына екеуі де минус бізде. Мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. Енді осыларды мынандай түрде жазып алсақ болады. 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген. Мына бөлшегіміз біздің керісінше айналып түседі, 5 бөлінген 8 күйінше болып қалады. Сөйтіп мына жақшаның ішіндегін өзін жазып қоямын, ортақ бөлім беріп. Мына жерге 5-тің 6 дәрежесін теді. Бөлімде 5-тің 6 дәрежесі қалады. Мына 3-тің 6 дәрежесін өзін жазамын. 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі тең. Ары қарай жалғастырсақ, сонда біздің өрнегіміз мына 5-тің 7 дәрежесі мен 5-тің 1 дәрежесі көбейтіліп кетеді да, екеуі қосылып, сонда дәрежелер қосылып 5-тің 8 дәрежесі болады. 5-тің 8 дәрежесі бөлімінде 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген, 1 бөлінген 8 қалады, көбейтілген 5-тің 6 дәрежесі, 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі тең. Енді мына 8 дәрежемен бізде 6 дәрежені қысқартатын болсақ, мына толық кетеді да, мына жерде 2 дәреже қалады. Сонда 5-тің квадраты бөлімінде мынандай өрнек шығып жатыр сонда бізге. Бөлімде 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 8 қалады. Мына жерде 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі. Бұл енді дәрежелерді біз азайту үшін бұның дәрежелерін есептесек, бұл бізге қиын болып кетеді. Өйткені 3-тің 6 дәрежесін есептеу оңай емес, 5-тің 6 дәрежесін есептеу оңай емес. Сол үшін біз оны қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Яғни а квадрат минус б квадратқа келтіреміз. 3-тің 6 дәрежесін бүйтіп жазып аламыз. 3-тің кубы және сыртында квадраты деп. Міне сонда мынандайға келеді. 5-тің квадраты мынаның өзін жазып қойып атым, қазір тастай алмаймыз оны. Ал 3-тің 6 дәрежесін бүйтіп жазамыз. 3-тің кубы сыртында квадраты минус 5-тің 6 дәрежесін тура осы күйде жазамыз. 5-тің кубы сыртында квадраты. Өйткені дәреженің сыртында дәреже көбейтіліп кетеді, қайтадан алтын өсіп шығады. 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 8. Сонда қысқаша көбейту формуласын ашатын болсақ, мынандай 5-тің квадраты көбейтілген 3-тің а квадрат минус б квадрат деген келеді. А алынған б, а қосылған б. Сонда 3-тің кубы алынған 5-тің кубы. 3-тің кубы қосылған 5-тің кубы түріне келеді. Сонымен астындағы 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген 8 мына түрге келіп қойған. Енді 3-тің кубынан 5-тің кубына 125, 5-тің кубы. 3-тің кубы 27. 125-тен 127-ні алып тастаймыз. Сонда біздің өрнек мынандай келеді. 98 шығады одан. Бірақ минус таңба болғандықтан жерде алынып жатқандықтан кішіден үлкен алып жатқан минус таңба шығады. Ал мынаны қосқан кезде бізде 152 шығады. Сонда бұл өрнек мынандай түрге келеді. Келесі бетке өте салайын. Тура мына жоғарыда есеп көріп тұрсыздар, осы келеді. 5-тің квадраты қалған беді үстінде. 5-тің қазір есіне шығып қалып көре салайын. 5-тің квадраты екен. 5-тің квадраты көбейтілген минус 98 көбейтілген 152. Өйткені 125-ке 27-ні қостық. Бөлімінде 3-тің 5 дәрежесі.
және 8 бар бұл жерде. Көре салайын, сол қалып кетпеді ма еш нәрсе? Я 8-ді өз тұр екен. Енді ары қарай қысқартатындардың барлығын қысқартып жіберетін болсақ, 5-тің квадраты тұрады. Сонда мынандай өрнек шығады. Мына 98-дің алдындағы минус алдына шығарып жібереміз. 5-тің квадраты көбейтілген 152 мен бүйтейік, қараңыз, 152 мен 8-ді бірінші 2-ге қысқартып алайық. Сонда мынада 4 қалады. 152-нің жартысы бізде 76. Қарам, әлі тағын қысқартсақ болады. 4 пен 76. Мына жерден 2 қалады. 76-ның жартысы бізде 38. Оны тағын қысқартсақ болады. Мына жерде 19 қалады. Сонымен бізде бөлімде 8 қалмады ешқандай. 98 бөлінген 3-тің 5 дәрежесі қалды. Мына осы өрнекті осы күйінше қалдырсақ тиімді болады деп ойлаймын. Өйткені ары қарай оны көбейтіп 25-98-ге көбейтіп отыратын болсақ, үлкен сандар шығып кетеді. Біз бірінші жағдайын енді есептеп болдық. Q тең минус 5-тен 3 жағдайын. Енді плюс жағдайында тура осы әрекеттерді істеп есептейміз. Сонда бізге мынандай жағдайға келуіміз керек. Плюс. Енді екінші жағдайында қарастырақ. Q тең плюс 5-тен 3 жағдайы. Сонда B1 тауып аламыз бұл жерден де. B1-ді көре салайын мен, егер дәрежесі бірінші жағдайдағы B1 тапқан, міне B1 таптық. 5 жағдай. Бізде B1-міз тек мына жер плюс болады екен екінші жағдайда. Қалған бәрі бірдей. Сонда 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің 5 дәрежесі плюс күйінше болады. B1-ді мен бірден жазылайын, өйткені бұл бірінші жағдайды есептеп қойдық. 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 3-тің неше дәрежесі еді? Мына 3-тің 5 дәрежесі екен. 3-тің B1 дайын тұр. Енді B1 дайын тұрған екен, біз S6-ны есептеп ары қарай жалғастыра берейік. S6 формуланы жазып қоямын. B1 Q-дің n-1 Q-1. Формулаға орнына әкеп қоямын. B1-міз міне тұр біздің. Бұл жерде не өзгереді бірінші жағдайдан? Барлығын қазір көреміз. 5-тің 7, Q-дің орны 5 бөлінген 3 бөлінген 5-тің 6 дәрежесі минус 1. Q-дің орны 3 бөлінген 5 минус 1 тең. Бай қарай жалғастырамыз. Сол кезде 3-тің 5 дәрежесі 5-тің 7 дәрежесі көбейтілген дәрежелерді ортақ бөлім беріп, мына жерде 5-тің 6 дәрежесі, 3-тің 6 дәрежесі 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі. Сол кезде мына бөлімдегі 5-тен 3-тен 1-ді алатын болсақ, мынаған 5-тен тетті ортақ бөлім. 3 алынған 5, 2. Сонда минус 2-ден 5 болып болады. Соның барлығын бір бөлшек ретінде жазатын болсақ, мына бөлшегіміздің керісінше айналып үстіне шығып қойды. Сонда мынандай түрге келеді. 5-тің 7 дәрежесі, 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген минус 5 үстіне кетеді, 2 міне. Мынауымыз керісінше айналып жазылды. Кейінгі бөлшек міне 5-тің 6 дәрежесі, 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі. Мына минусты алдына шығарып жіберейік. Немесе мына минусты мына ішіне кіргізіп көбейтетін болсақ, мынаған жарайды, оны кейін көбейтейік. Қазірше мида ұстай, мынаны алдына жазып қояйық. 5-тің 7 дәрежесі 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген
5 бөлінген 2 көбейтілген 5-тің 6 дәрежесі 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі. Мына 5 пен мына 5 көбейтілген кезде дәрежелер қосылып 8 болады. Сөйтіп мына 5-тің 6 дәрежесімен азайтылады. Тура бірінші жағдайдағыдай келіп жатыр бізге. Енді сол бірінші жағдайды пайдаланса, үстінде 5-тің квадраты қалады. Алдында әрине минусы бар. Бөлімде 3-тің 5 дәрежесі. Сонда мынандай өрнек шығып жатыр. Көбейтілген 2 бар бөлімде. 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі мына өрнекті біз бағана қысқаша көбейту формуласымен есептедік. Оны есептеген кезде бірінші жағдайдан көрсете салайын, қалай болған? Міне 3-тің 6 дәрежесі минус 5-тің 6 дәрежесі, мына жерге қарасаңыздар, квадратқа келтірдік. Ол квадрат мынандай екі жақшаға жіктелді. Ол екінші мына бірінші жақшадан 27 алынған тура өрнектері келіп шықты. Ол мына жақта мына бірінші минус 98, 152. Тура соны жазып қоя мен. Минус 98, өйткені мына жерде біз оның бәрін есептеп, қайтадан есептеп отырмаймыз. Өйткені бізге дайын 152. Мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. Сонда 5-тің квадраты 152 мен 2-ні қысқарта салайын. Басқа қысқарады. Мына жерде 152-ні 2-ге бөлетін болсақ 76. Көбейтілген 98, көбейтілген 76 бөлінген 3-тің 5. Бұдан ары қарай көбейткім жоқ мен. Өйткені үлкен сандар пайда болып кетті. Міне 4-ші есеп бітті осымен. Яғни біздің жауабына екі жағдайдың жауабында жазамыз. Бірінші минус жағдайындағы мына өрнек минус 5-тің квадрат көбейтілген 98 бөлінген 3-тің 5 дәрежесі. Екінші жағдайында 5-тің квадрат көбейтілген 98 көбейтілген 76 бөлінген 3-тің 5 дәрежесі.